Бәріңе сәлем достар, біз Астанадамыз. Астанаға келу себебіміз алғашқы рет ТМД өңірінде Counter-Strike 2 ойыннан тир 1 деңгейдегі турнир өтейін деп жатыр. Жалпы жүлде қоры 1 миллион 250 мың долларды құрайды. Бұл влог, бұл Leo KZ YouTube арнасы. Біз бастаймыз. Он 16-17 мамыр арасында дәл менің артында тұрған Барыс аренада PGL Астана 2025 турнирінің плей-офф кезеңі өтеді. Әлемнің ең үздік 16 командасы қатысты, 8-і ғана қалды. Ол Mongols, Aurora Gaming, Furia, MIBR, Navi, Astralis, NIP және Team Spirit командалары. Аренаға 11 мың көрермен сияды және тағы да бір факт, плей-оффқа өткен жалғыз қазақстандық ойыншы бар. Ол Furia командасының жаңа снайпері, молодой никнеймді жігіт. Ертең ол жігітке біз жанкер болуға дайынбыз. Опа, бұл влог барлықтарыңа қайырлы күн. Таңғы сағат 6. Мен қазір таксиді күтіп жатырмын аэропортқа кету үшін. Рейс сағат 8:45-те. Дәл қазір Астана қаласында PGL Астана 2025 турнирі өтіп жатыр. Сол жаққа аккредитация алған болатынмын, журналист ретінде барамын. Сол турнирға бара алмай қалған адамдарға сол турнирдің қалай өтетінін, атмосферасын, бүкілін осы видеода жеткізуге тырысатын боламын. Сол үшін YouTube арнаға тіркеліп, лайктарды басса. Бұл роликтің демеушісі 1xBet компаниясы. Сіздерді жоғары коэффициенттер, жылдам төлемдер және де жаңадан келген ойыншыларға KZLEO промокоды арқылы 200% бонус беріледі. Сілтеме комментарийде. Қысқасы квартираның алдына келіп, кодты теріп, дальше қалай ашатынын білмей жатырмын. Технология! Әлі өзімде көрген жоқпын квартираны, қазір бірге румтур жасаймыз. Так, кіре беріс мына жерде айна. Сразу оң жақтан бастайық. Мынау бізде кухня студия бол бірге. Қарапайым үстел, диван, қабырғадағы сағат. Әрмен қарай не бар мына жерде? Холодильник. Мына жақта. Сол жақта ванна, душ. Қателеспесем, бұл бірінші спальный. Тағы да біреу болу керек еді ғой. Мына бөлме ма? Әлде қабырға ма? What? Болды. Кішігірім осындай үй. Жалпы 4 адам келеміз. Біреу мен болсам, қалған екеуін танисыңдар. Нұрас, Рамазан және 4-ші адам бізде. Арман Болат, шапалақ никнеймді донатор. Ол Simple блокқа түскісі келіп отыр. Бізді да қош жүрсіңдер. Подкасттарында көрсіңдер деп па. Ана чекейді. Мамы Simple-дан Ақтөбеге барған кез ағам мына чекейді. Қазір Астанаға келіп осыны келіп тұрмын. Есіне ма? Мен түсіп отырмын ешчі. Бірақ на камера базар жоқ. Дерзкий камера болып тұр. Жігіттер мына жерде спор кетіп жатыр. Мына жігіт мені бильярдқа шақырып жатыр. Отам дейді. Бір нәрсе көрейік енді. Давай, қызық болу үшін. Қанша партия и не нәрсеге? До 2 побед шығар. Инвентарымда калашын скейні бар соған. Африканский сет. Жоқ, ана көкше. Миллерде болды ғана. Білем. Голубой светті. Қанша тұрады ол? Білмеймін. 7 мың теңге ма, 8 мың теңге ма сонда береді. Хуйня ба? Акцион ойнап жүресің. Спор кетті. Не істейін деп жатырық біз қазір? Балдар бұл. Simple, Be Cool, Нұрас, 4-еуміз. Адрендердің несіне барайын деп отырмын. Командасы бұл жиналып бір кішігірім. Өзімізде білмейміз не болып жатқанын кіріп, қазір көріп, амандасып, чотам, ертеңге не план деген сияқты. Фан встреча ғой, Фан встреча. В общем, Новак деген команданың фан встречасы. Адренің ұйымдастырып жатқан. Pump, Forkis, Tasman, Diffuser. Бұрынғы не ғой? Еще джайсик бар FIFA-дан. Наверное, команда автор.
Қазір Лео ма? Әке жазып берген. Нам барлығы кезекте тұр, чтобы ойыншылардан автограф алу үшін. Лео, Джиги, вы знаете Лео? Ассалаумағалейкум. Правее, вот сюда. А у тебя тоже? Всем привет, қалайсыңдар жігіттер, амансыңдар ма? Влог, всем салам, Лео, красавчик. Никто не знает все равно. Его все знают. Ал мына жігіт бізде Қазақстандағы ең хайповый 7 жасар киберспортсменнің әкесі болды. Салам. Прям ойдасың ба? Сен салам алейкум. Шалун ойда? Шалун, ну, там привет, с Нилом сидит. Автограф беріп жатыр ма Шалун? Да, посмотри. Шалун! Эй! Шалун, сюда вот. Узнаешь меня? Нет. Нет? Я же Лео Кизет. Узнал? Нет? Ой. Это папа тут в помощь. Он Да, напомнил. папа помнит, он нет. Автограф албайтын шығармын. Жайсыз Қазақстанның неше дүркін чемпионсың? 6 рет Қазақстан. 38-ші болдым бүкіл әлемде. Мынау қасындағы Абдрен, Қазақстанның гвардиясы, Counter-Strike'тан. Бір сұрақ, кім жеңеді ПЖЛ Астана? 2020. Спирит? Нет. Брак, Фурио. Фурияға жақтасамыз ба ертең? Фич, пару слов туда-сюда сделай. Короче, все классно, неожиданно, что столько народу пришло. Круто, атмосфера классная. Ты главное не потеряйся тут. Обязательно. Но командасының бір футболкасын алдым. Білмеймін, енді мынау қара түсті болғандықтан бұған автограф қойсаң ғана көрмей қалады. Жай ғана осыны ойнатамыз онда. Или в НХ ішіне сала-сала, как карточку возьми, вот так 2-3 штуки положи. Тема. Футболкасын өзін бере салсақ та жақсы сияқты. Футболкамен ішінде карточка. Автограф па? На входе есть вот эти карточки? Я. Или вот здесь вот собери у пацанов и раздашь. Тоже вариант. Так, бірінші Нилом бізде. Ассалаумалейкум. Помнишь меня, брат? Конечно, брат, как ты? Жақсы өздерің ойсыңдар. Вообще, потихоньку. Шалун, сен де қойып жатсың ба автограф? Тоже он всем расписывается. Звезда ғой. Красиво, да? Как на мейджере, посмотри. Я, забыл уже, что я писал здесь, но я здесь рост не сделал. Все, рахмет. Пожалуйста. Бильярдқа келдік. Әбеттегі спор бар. До 2 побед. Любой шармен қоя. Иә. Отылған, в общем, скин береді. Сен не скин қоясың? Мен отылмаймын. Штраф бар ма еді? Бар. Қазақстанда тұрамыз. Мынасы 2 очко. Ал бір сөйлеп жібер енді. Счет 5-2. Қазір отылайын. Рас тараса былай ұрып отыр. Мана былай ұрып отыр. Қара, дуплетпен бітірем қара. Екі штраф болмаса, партия уже бағана бітіп қалу керек еді. Жандос деген біздің супер видеооператор менің соңғы шаригімді сенбей сүрмеді видеоға. Мен оған оны кіреді деп ойламадым, серьезно. Ойлаңдар көрме, ойламаған шарды мен кірге жібердім. Ой, кірді. Есеп 1-0. Иә, 1-0. Екінші партия басталады қазір. Қарағар, видео осы өшірмейді да, Нұрасқа шашып береді. Сразу шашқан екен, мен бірінші ударым не болады. Гол бола ма? Гол бола ма? Қате болады-ау деп қойымшы. Зор. Мужик сказал, мужик сделал ма? Көзім жұмырам жандос қара. Қара. Кірді. Молодец. Та біреу, Лео. Давай. Тут, здесь пианом ты қазір. Тут. Шын ма? На сарым десін. Болды. Ладно. Африканская сетка. Лео, да. Полный состав жиналдық. Рамазан келді. Бүгін плей-офф басталады. Қазір аренаға кетіп бара жатырмыз. Қолымда менің Team Spirit командасының формасы. Қазір егер бірінші болып арена жақтан мені танып суретке түсіп отқан подписчик болса, соған сыйлаймыз. Келдік біз Барыс аренаға. Мына жерде пресс, типа медиа екен дәлелдейтін құжақты аламыз и сосын смело кіре береміз аренаға. Прессаны алдық, болды. 6-шы этажға шыға берсек болады. Сағат 9:30.
Қазір лайф басталады. Командалар неде шығар аренада. Таптың ба сен? Екі чисто болды? Екі саз болды? Қай жақтан кіреді екен? За счет технологий вообще не переживаю. Тот же самый фактор. Это уровень. Мен көзім жетсе, мына жерде ағылшын тілде комментаторлар, аналитиктар. Мен көзім жеткенде айтып отырмын. Ағылшын тілде комментаторлар. Кастинг орыс тілінде болады, ол кезінде ресми түрде айтылған. Командалардың отыратын жері, қалған 4 стендермен түсірілген. Барыс аренаға келдік. Экранда Бэнкс. И бізде басталады бірінші матч. Итак, встречаем. Шақта, да жақта екен ғой. Мен енді байқаватым қайдан шығатынын. Сантарес, Фокси, Шота, Викадия, Бесеве. Бес монгол, бес түрікке қарсы ойнайын деп жатыр. Алғашқы матч, плей-офф кезеңі. Давай, кім ұтады? Түріктер, монголдар. Түріктерге сенемін. Рамазан, арамыздағы ең мықты аналитик сенсің ғой енді? Монголдар ма, түріктер ма? Монгол. Короче, бұл екі команда, мен енді комментатор ретінде айтайын, бұл екі команда плей-оффқа дейін жақсы ойнайды. Студияда отқан кезде керемет атсады, бірақ осы плей-оффқа келген кезде олардың жорықтары аяқталады ғой. Бірақ енді қазір екеуі жолығып жатқан екен, кем дегенде біреуі полуфиналға өтеді. Менің ойымша ол монголз командасы. Так, карталар басталды. Аврора, Миражды таңдаған, иә? Монголз Анубис таңдаған ба? Даст ба? Жоқ, вообще негізі Аврора Анубисті жақсы көретін командадан Монголз Миражды жақсы көреді. Негізі екеуі ауысып кеткен ау, сәл қателіктер болып жатыр негізі аренада, бағанада. Мынау көрсетсе логотиптер монголздар мен Аврораның орнына Астралисті қойып қойған еді. Енді бірінші күн, бірінші матч таң азанмен болып тұрады онда жағдайда. На этой каске флип, вантап, Волошин закрывает на 13, Аврора өздерінің таңдаған Мираж картасына жеңіске жетті. Дальше. Что, как оно? Жақсы. Да. Алдық. Сәлем, қазақстандықтар. Counter-Strike мейрамымен құттықтаймын бәрін. Адрен бүгін PGL Астана 2025-ке трофейді көтеріп кірді. Настоящая легенда Казахстана. Легенда Counter-Strike. Человек, который в 2017 году выигрывал мейджор. И под ваши аплодисменты встречаем Адрен! Валейкум ассалям. Валейкум ассалям. Боксер атса? Иә. Ассалам. Бүгін бірінші жолыққан адамға, короче, сыйлығымыз бар дегенбіз. Мынау Инстаграмда, короче, Ражби деген магазинмен жұмыс жасап жатқанбыз ғой. Содан Team Spirit командасының, короче, саған ойын формасы. Как раз өзіңе форма келетін екен, короче. Мана сыртынан сауласың. Ахмет. Турнирға кірген кезде 3 күнде 3 түрлі осына пин береді ғой. Қазақша айтқанда түйреуіш сыртынсыш. Темір мана. Мына бірінші күндікі 16-сына Ражби. Ражби ғой, короче. Ертең уже басқасы, финалда басқасы, короче. Ана PGL Астана дегені бар еді ғой. Тақ көреміз көтір. Білесің бе? Вот соны алу керек сол әдемі. Рома, қалай жалпы Астана деген қала саған? Екеуміз Алматы. А чё? Неге? Ұнамай ма? Ана қараш. Келесі Қызы көріністі, Барс арена. Вообще ма тұруға келмей ма? Андайдан, что-то не то, я? Что-то не то. Білмеймін, мен де араладым ареке кеші жүрдік қой былай-былайша. Астана ма? Жоқ. Вообще басқа. Өзінің қаланда жүрген кезде комфорт сезіледі де. Жоқ, Лео, сен үйден шықпайсың ғой вообще. Может, тұру керек шығар бұл жақта, мысалы, 2-3 ай. Жоқ, басында жақпаған қала, по-любому жақпайды.
Ана ноутбукты көтеріп алып, болды, операторға қарату керек. Операторға қарай. Бізді түсірмей жатыр, вообще, камера. Матч өте қызық болды, овертаймға кетті. 12-де 12. Кейс ашамыз. Let's fucking Галил. Фиолетовый хотя бы норм біздікі. Немного помощник. Аренада Нави мен Астралис арасындағы қақтығыс екінші карта дым қызық емес болып жатқандықтан, енді Нави командасы Астралисті ойсырата жеңіп жатқан еді. Біз қызық болу үшін сүйікті сайтымыз Skin Club'тан кейс ашамыз деп шештік. Техникалық ақауға байланысты біздің дыбысымыз жазылмай қалған екен, сол себептен үй жағдайында озвучка жасап жатқан жайым бар. Сайтқа біз $600 салдық, біздің мақсатымыз осы $600 плюсқа шығу. Ең алғашқы болып біз AC Pro деп аталатын кейстан бастайын деп шештік. Бұл жерден 5 кейсті аштық және сол алғашқы Open кейстан біз кішігірім минусқа кеттік. Нақтырақ айтатын болсақ, $7. Аренадағы интернет өте баяу жасағандықтан біздің уақытымыз тығыз болды, сол себептен Ареке екеуіміз тәуекелге бел буайын деп шештік. Сайттан қымбат кейсті іздедік, $200 тұратын топ батл деп аталатын кейс бар екен. Осы кейсқа кіріп біз 2 дана ашайын деп көрдік. Және кейстан бізге осындай перчатка мен пышақ түсті. Жалпы сомасы енді минусқа кірдік, енді плюсқа шығу үшін бізге тағы да бір рет тәуекелге бел буу керек болады. Апгрейдқа кіреміз, осы түскен 2 скинді таңдаймыз, 2X-ті таңдадық және осы жерде Nomad Knife пышағы маған ұнады. Апгрейдтен ұту мүмкіндігіміз біздің 44.3%-ды құрайды. Түскі сағат 3 болғандықтан ортадағы шкаланы сол жерге апарамыз және апгрейд батырмасын басамыз. Шыны керек қатты уайымдадым, алақаным терлеп кетті, енді кейстің бағасы да арзан емес және түбінде стрелка айналып келіп біз қойған шкалаға келіп түсті. Ұттық, қуанышымызда шек жоқ, артымызда отқан жанкүйерлер де біз үшін қатты қуанды. Және достар, Levo KZ промокодын жазуды ұмытпаңыздар, ол толықтыруға 7% бонус береді. Кез келген толықтыру жүйесі бар, ол банк картасы, кез келген криптовалюта немесе ойындағы скиндер арқылы толықтырсаңыздар болады. Ал Skin Club сайтының сілтемесін іздесеңіздер, осы видеоның сипаттамасына қалдырып кетемін. Талқылау матчтан кейінгі қалай Нави Астралистен ұшып кетті біз. Таңғалып тұрық, жалпы. Таңғалып тұрған жоқ, мен жылап отырмын. Очкиім киіп олдым. Екеумізде ме? Вообще негізі сетка бойынша Spirit пен Нави ол гранд финалға шығу үшін әдемі еді сетка. Бірақ Нави командасы, білмеймін, ол 100% енді ол жақта замена болады. Бірақ мейджерден кейін кем дегенде 2 адам кетеді. Менің ойымша ол име, ол Wonderful. Астралис деген командаға осыдан 2 апта бұрын сатылымға қойылды деп әлеуметтік желіде шыққан, соны ақпарат болды. Жоқ, олар сатылымға кетпеді команда. Кедияның орнына келді бізде Хукси, Легенда, сосын Астралисті аяққа тұрғызды. Алғашқы турнир сразу плей-оффқа өтті. Және плей-офф былай тұрса, олар Навиді жеңіп, қазір жартылай финалда. В общем, 3-ші матчты өткіздік. Біз Фурия мен MIBR командасының арасына бір демал олайық деп үйге келдік. Қазір кері шығып бара жатырмыз. Енді отандасымыз Данил шықты жартылай финалға. Сөз жоқ, ертең жанкүйер боламыз. Менің ойымша, енді Spirit бүгін қиналмау керек. Басқа командаларды білмеймін, енді Spirit бұл турнирдің ең негізгі фавориттерінің бірі. Мен талқыласың, бәрін білетін ау. Давай талқылаймыз. Рома, сен үшін фаворит, сен келдің осы Counter-Strike'ты көруге турнир. Кім ұтады? Элфи. Төсектегі фаворитің емес, кубок көтеретін фаворитің айтсын. Түсінбей алып қайтпыз. Team Spirit шақ. Мен де Spirit деп ойлап отырмын. Өйткені бағана Аврора ұтады деп едім, ұтты ма? Мен айтсам болды ұтады ғой Spirit. Тоже Spirit па? Не болды ма?
Сен нахуя GTA-дағы персонаждар сияқты киініп алғансың. Рубашканы алдына ашып тастадың нахуй. Забронировано дейді ғой. қарап қойды біз. Олай да бола ма не? Жақсы емес пе? Видео түсіреміз зато. Андай қыз керек емес. Саған ғана қыз керек. Инабатты, ибалы. Ибалы қыз. Ол сөздің мағынасын жалпы білесің ме или жаттап алған ба? Просто біреулер сөйтіп жаттап алғанда сөзі инабатты, ибалы қыздар керек дейді да. Ол не ол инабатты, ибалы десең, білмеймін дейді. Айтшы, не ол инабатты, ибалы деген сөздің мағынасы? Ибанапты емес, Қарапайым. инабатты. Ибанатты ма дейді? Жақсы қыз ғой. Ибанатты дейді, ибанатты. Ибанатты мен ибанаттыны шатастырмын. Жақсы қыз қысқасы. Қарапайым жақсы қыз керек саған. Шиши. Блогер ебать дегенсің ба? Кел 6 бақан болып түсейік. PGL жақсы өтіп жатыр. PGL керемет өтіп жатыр. Бірақ ойын көрдім бірақ. Фуриямен ба? Біз келмедік қой бағана айтшы. Атмосфера Мен Фурия жаман жақтасың. Жоқ, арена қалай жақтасың? Нави мен Астралис дейді. Нави мен Астралис. Қызық болды ма? Жоқ, ең қызық болған Фурия қызық болды. Мен Фурия деген команда бар екен білдім. Фурия деген команда бар екен. Маған түсіндіргенсің Фурияда бір қазақ қой дейді деп ше. Сөйтіп бар Бразилияда деп ше. Ауладан баласы иә? Семей. Семейдің ма? Семейдің баласы Бразилияда жүр, бля. Де пудра мадра, бля. Ева ма? Бағана екеуміз киноға түсейік деді маған. Кабосымыз сүйем. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, бүгін біз Астанадамыз деші. Қойшы, түсіре берсе бұлай, дайындалмай-ақ түсіре берсек, сөйлесіп жатыр, просто камера тұр деп өлей бер. Жоқ, бүйтесің ба? Бүгін біз Астанадамыз. Астанадамыз. Арман Пирмановтан қалай келгенін ешкім білмей қалды. Аяғасынан қандай мақсатта келгенін білмейміз. Веном деген кино көрмейсің ба? Контрстрайк бірінші рет көріп тұрсың, тура біз сияқты. Қоймай, мен жоқ, вообще. Данияда болдым? Жоқ. Қойш, неге бардың ба турнир? Данияда я көріп қайттым. Контрды турнир болды. Сол кезде мен датчандарды көрдім, қандай команда бар? Сен ана футболдан жайсик. Иә, сол кезде барғаныз лифттен көтеріліп жатты, сұрасам контрдың жасы. Иә, бір бәле болды. Көрдім мен бұндай нәрселер көріп тұрсам. Сендер ғой ше болсыңдар. Так что давайте, братва, келесі күн жолығамыз. Астанадан звондап жатыр, ниптарды күтіп отыр уже. Регистрация бастап кетті. Вылет па, вылет? Бір сағаттан кейін вылет, регистрация бастап кетті. 2-0 ба, тез. Камбэк Спирита. Шөт қандай еді? 9-да 3, я? Тайм-аут алды, NIP соңғы тайм-аут. Түсінбей жатыр не болып жатқан. Олар ұтып келе жатқан еді, оңай дастекі картасын защитаға өткеннен кейін Спирит ақшаларын қарайды. Кейін аптастаған соңына дейін. Жартылай финал! Спирит, в общем, жартылай финалда соны тойлауға келдік дачаға. Мен деген жігіттердің барлығы бар ғой. Мен деген жігіттердің барлығы бар. Керемет уақыт өткізейін деп тұр. Влог қайтты мен бізде. Не болып жатқан түсірек деп. Бізге ас қос. Рома, қазір квартираға барамыз да. Окноға смок лақтырды үйренеміз. Ақыл ма? Қандай смок? Бір сұрақ қойшы, Рома, вот. Қалай ойлайсың, солай жауап бер просто. Мысалы, адам жаратылды ғой, вот. Сол мұрнында жүн бар ғой бізде. Ол фильтр, иә, мысалы, демалғанда шаң тозаңды ұстап қалады. Дұрыс қой? Дұрыс. Иә? На, күліп от, тұра тұрсай. Енді? Рома сұраққа енді келдік. Онда көттегі жүн неге жауап береді? А? Просто ойланып, қалай ойлайсың, солай жауап берші. Кейінірек нәрсе болды. Примерно андай не бар ма сізде?
Примерный не езық па? Подкаст па? Кішігірім подкаст болып отыр. Көттегі жүн не үшін қажет? Орысша айтшы. Волосы в области ягодицы вокруг. Ягодицы. Оқса дегенсің, оқаш. Мәдениетті оқаш. Брат, выключи, уйдет, брат. Арман шақырып жіберсейші. Болғамақ кеше. Шығармасы, арсып отырып. Арман, кірсей! Шығар жүрсей. Кірсейші. Болды, шығар жерді. Болды, шықты, иә, мені бол. Давай. Боша, қайту керек, ей. Болды, кет. Шықты.